Сәлем достар, қалайсыздар? Қараңыздар, мен заказым келді. Бүгін Пасека Тамерланнан бал заказ бергем. Менде мында 14 түрлі балдың түрі бар ғой. Вообще мынандай балдың түрлері бар екен, мен білмейді екем. Айтып білем, разнотравие, там қарақұмық балы дегендерді білеміз. Мынандай түрлері бар екен, білмейді екем. Қараңыздар, еще әр түрлі ғой. Еще мында бәрі жазылған. Қандай бал немеге жақсы көмектеседі. Разнотравие тамақтың шырышты қабығын қалпына келтіруге көмектесетін. Рапсовый мед дейді. Восстанавливает клетки, заживляет язву, омолаживает организм. И высокогорный мед бар екен. Бактерияға қарсы қасиеттер бар екен, жақсы қақырақ түсіреді екен. Жантаковый мед дейді. Тұздар мен токсиндерді кетіреді, давлениені реттейді. Горный мед тыныс алу жүйесіне үлкен әсер етеді, қанның сапасын жақсартады дейді. Хлопковый мед танзилит, тамақ ауру кезінде және тыныс алу жолдарына пайдалы екен. Акациевый мед қараған балы екен. Бронх пен өкпеге пайдалы, қан айналымын жақсартады. Жоңышқа дейді, белый доник бар, желтый доник бар. Олардың барлығы давление мен почки, печеньға жақсы. Одан кейін липовый медна қарсыңыздар ма? Неме секілді ғой, мына прям май секілді. Жүректің бұлшық етін нығайтады, көздің шаршауын басады. Қарақұмық балы қан тамырларын нығайтады, гемоглобинді көтереді екен. Одан кейін эспарцет балы дейді, өт жолдарының ауруларына, ерлердің денсаулығына пайдалы дейді. Самое интересное, мына итмұрын балы дейді, шиповниковый мед, қабынуға қарсы дейді, противовоспалительный действиесі бар. Одан витамин С көп екен, тұмау кезінде пайдалы дейді. Қарасаңдар, цветі розовый, необычный. Обычно біз көретін медтардың барлығы ақ или сары ғой, но розовый. И белый доник дегенде бізде әппақ, тоже май секілді болып келеді. И желтый доник, сары, тоже май секілді. Сені бәрін қаздам көріп шығам. Пасека Тамерланаға рахмет, и доставкасы жылдам и еще бесплатно. Түрлі бокстар бар, страницасын қалдырып кетсем, кіріп көріңіздер, неше түрлі бокстар бар. И бағалары да приемлемый.